ортаға шаттық шеңберіміз жасап алайық. Келе қойыңдар. Келе. Мен сені жақсы көремін. Сен мені жақсы көресің. Жарайсыңдар балалар, қане. Балалар, менің қолымда жалаушалар тұр. Қызыл, жасыл жалауша. Қане балалар, таңдап алыңдар. Кім қай жалаушаны алып келеміз? Бұл жалаушаны таңдап ала қойыңдар. Мен кіммін? Сен қыз таңдадың ба? Қане балалар, сендердің қолдарында қандай жалауша? Жасыл. Ал жасыл жалауша алған балалар, жасыл жалаушаға отырасыңдар. Қызыл жалауша алған балалар, қызыл жалаушадағы үстелге барып отырамыз. Қане жайғасыңдар балалар орындарына. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу әрекетіміздің тақырыбы білім іздеген алпамыс. Балалар, біз алпамыс туралы білеміз бе? Алпамыстың мультфильм көрдіңдер ме балалар? Алпамыс кім болған? Әрине. Сендер де өскенде елдеріңді, жерлеріңді қорғайтын азаматша боласыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ендеше зейіндеріңді экранға аударыңдар балалар. Ертеде Алпамыс батыр сендер сияқты бала болыпты. Достарының ортасында ақылды, дара болыпты. Ол бірде ойланып отырғанда, мені бәрі мықты батыр дейді. Менің күшіме білімім сай келеме деп ойланыпты. Көп білуге құмартып, білім іздеп жолға шығыпты. Білім іздеген бала жолдың қиындығына шыдайды. Bir кезде алдынан жалмауыз кемпір шығады. Ха, жол болсын батырым, қайдан келесің? Білім іздеп келемін, маған кедергі жасама. Ендеше менің тапсырмамды орындасаң, жолың ашық. Балалар, Мыстан кемпірдің тапсырмасын орындайық. Қызыл жалаушадағы балалар, сендерге тапсырмамды қазір, ал жасыл жалаушадағы балаларға да тапсырмасы бар екен. Қане балалар, дыбыс деген не? Дыбыс нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыс деген не? Дауыссыз дыбыс деген не? Жарайсыңдар. Алма жасыл жалаушадағы балаларға тапсырмасы Мыстан кемпірдің. Буын деген не балалар? Дауыссыз дыбыс қандай текшемен белгіленеді? Дауыссыз дыбыс қандай тек? Жарайсыңдар. Балалар, біз Мыстан кемпірдің тапсырмасын орындадық. Келесі назарларыңды экранға аударыңдар тағы да. Әттеген-ай, мына балалардай, келесі тапсырмамды тыңда. Мыстан кемпір гүлдерді шашып жібереді. Мен жинадым. Балалар, бұл Мыстан кемпірдің гүлі жай гүл емес екен, сиқырлы гүл бар екен. Ішіне қараңдар, сендерге Мыстан кемпір тағы да тапсырма беріпті. Қане балалар, орындаймыз ба? Балалар, мнемотехника арқылы біз тапсырмамызды Мыстан кемпірдің орындаймыз. Ал қане береді бастай ғой. Елге астық сыйлаймын, наным тауып піскенде қалдыма сыймайды. Жарайсың, алдаш айта ғой. Ормағағы аюды көпінaya көбекен теріп ағымыз, қатағағы саламыз. Жарайсың, ал бексін. Биік болып өсеміз, запырақта жайғып табиғат сүйеміз, демімізді бере боламыз. Жарайсың, ал Даян айта ғой. Баба бақса үйеміз, сені жақсы көреміз, үлкен болып өшкенде еске алып сөйлеміз. Жарайсың, тапсырманы жақсы орындадыңдар балалар. Үнже бұл не мынау? Бағдашам. Бағдаршамды қане буынға бұш сөзін, бағдаршам сөзін. Бағдашам. Неше буын бар? 3. Бағдаршам сөзін сөйлем құраш. Бағдашам жағынан. Жарайсың. Ал Бексұлтта мынау не? Құлпынай. Құлпынай сөзін буынға бұш. Құлпынай. Неше буын? Жарайсың, құлпынай сөзін сөйлем құраш қане? Құлпынай тәтті. Жақсы.
Айзада бұл не мынау? Мысық. Ал мысық сөзін буынға бөлші. Мысық. Неше буын болды? 2. Ал мысық сөзіне сөйлем құраш. Мысық секунды. Жақсы. Мирас бұл не? Жолбарыс. Жолбарыс сөзін буынға бөлш. Жолбарыс. Неше буын болды? Ал жолбарыс сөзіне сөйлем құраш. Жолбарыс тырылдайды. Жарайсыңдар балалар, сендер мыстан келіптердің тапсырмасын өте керемет жақсы орындадыңдар. Енді назарларында экранға аударыңдар. Ой, жолым болмады-ау. Рахмет сендерге балалар. Мыстан кемпірден құтылған апамыз алға қарай жүре береді. Жолдың қиындығына да шыдай береді. Бір кезде айналасын дүрілдеткен дыбыс шығады. Бұл кім болды екен? Жалғыз көзім болса да алыстан сені байқадым. Бүгін дәмді аш жейтін болдым. Жалғыз көзді дәу, жолыма керек жасама. Жарайды, менің қолымда тапсырма бар. Осыны біліп берсең жіберемін. Мен дәумін, сондықтан бір тауды бір тауға ауыстыра аламын. Ал осы таудағы тастар туралы не білесің? Айтшы маған. Тас ауыр ма, жеңіл ме? Егер дұрыс тапсаң, жолың ашық. Таппасаң, осы тауда қаласың. Балалар, алпамыс бала бұл жайлы білмейді. Біз зерттеуші боламыз ба? Ендеше біз зерттеу жұмысын жасаймыз. Балалар, біз қазір зерттеу жұмысын жасаймыз. Бұл не мынау балалар? Ал мынау не? Қауырсын. Тасты біреуің ал, тасты салып көңдер суға. Біреуің ғана. Ақырын сала ғой. Не болды? Қатты түсте. Ал мына кішкене тас салып қойш. Кім ерсін? Бексілтен. Дыбыс шықты ма? Ақырын дыбыс шықты. Ал қауырсынды суға салып көріңдерші, кім салады? Қараңдар, тас суға батты ма? Тас суға батты ма? Батты. Ал қауырсын суға батты ма? Қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл? Тас ауыр. Қауырсын жеңіл. Жарайсың. Қане балалар, қауырсын дүрлеңдерші. Не болды қауырсын? Ұшты. Ал енді мына тас түрлеңдер. Ұшты ма? Жоқ. Қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл екен? Тас ауыр. Қауырсын жеңіл. Жарайсыңдар, жақсы балалар. Біз дәудің тапсырмасын орындадық. Балалар, енді экранға назар аударамыз. Дұрыс алпамыс. Мен дәу болған соң, мына тастарды көтеріп жүремін. Жолың болсын алпамыс. Алдынан қаһарын төгіп, аузынан от шашқан 3 жаста айдаһар кездеседі. Сен бісің алпамыс батыр бала. Бұл жерден еш адам аман-есен құтылмаған. Сен де бізден құтылмайсың. Айдаһарлар, жолыма бөгет болмаңдар. Мен білім іздеп келемін. Білімді болсаң, кез келген алтын сандықтың кілтін де табасың. Ендеше бізде бір алтын сандық бар. Сол сандықты аша алмай отырмыз. Себебі сандықтың тапсырмасы бар. Алтын сандықтың тапсырмасын біз орындай алмадық. Сен тапсырманы дұрыс орындасаң, алтын сандық ашылады. Орындай алмасаң, жолың жабылады. Балалар, айдаһардың бізге берген алтын сандық тапсырмасын орындаймыз ба? Ендеше кеттік. Қане, қызыл жалаушада балаларға қандай тапсырмасы бар екен көрейік. Қане балалар. Тапсырманы орындаймыз. Айдаһардың қосу, азайту амалдарын орындаймыз. Балалар? Мынау қосу амал, мынау азайту амалдарын. Ал келесендерге балалар, айдаһардың тапсырмасы. Тағы қосу, азайту амалдары. Мынау азайту амалы, мынау қосу амалдары. 8-ден 4-ті азайтқанда неше болады? 4. Қоя қайқане, 4 деген сан қайда тұр? Жақсы. 8-ден 3-ті азайтқанда қанша болады? 5. Қоя қой. 8-ден 6-ны азайтқанда неше болады? Дұрыс. 2. Жақсы. 5-ке 5-ті қосқанда неше болады? 10. Қане қойсаны қоя қоймын да? 4-ке 2-ні қосқанда қанша болады?
Қанша бұл? 6. Иә, дұрыс қоя ғой. Yana bunday. Иә. 7-ге 1-ді қосқанда қанша болады? 8. Иә, ал. Қоя ғой. Жарайсыңдар, жақсы орындадыңдар Айдақардың тапсырмасын. Ал, келесі топтың қане көрейік. 5-ге 3-ді қосса неше болады? 8. Иә. Ал, 3-ге 3-ді қосса қанша шығады? 6 ма? Иә, дұрыс. 3-ге 4-ді қосса қанша шығады? Дұрыс екен. Ал, 6-дан 3-ді азайтса неше болады? 3, иә? Мирас таяп отырған. 8-ден 1-ді азайтса неше болады? Мынау неше деген сан? 7. 7, дұрыс. 7-ден 2-ні азайтса қанша болады? Бұл неше деген сан? 5. 5. Жақсы. Айдақардың тапсырмасын балалар жақсы орындадыңдар. Келесі назарларыңды экранға аударыңдар. Жарайсың, батыр, жолың болсын. Жарайсың, батыр, жолыңыз ақ болсын. Алпамыс бала ұзақ жолда келе жатады. Алдынан самұрық құсы кездеседі. Самұрық, неге көңілсізсің? Көңілсіз болмай қайтейін. Қатты жел тұрып, ұядағы жұмыртқаларым шашылып қалды. Соларды ретімен орналастырып, және санай алмай отырмын. Балалар, самұрық құстың ұясы жел тұрып, жұмыртқалар шашылып қалыпты. Енді сол жұмыртқасын ретімен қойып берейік. Қане балалар, мына санды ретімен қойып шығыңдаршы. Неше сан? Қандай саннан басталады? Мынау неше деген сан? Мынау неше деген сан? Иә, сосын? 2. 3. Иә, бұлай ортаға қоя ғой. Берсеңші, міне 4 сұрап тұр ғой. Иә, 4-тен неше деген сан? 5 деген қандай сан? Балалар, сендер санды ретімен қойып шықтыңдар ма? Иә. Қане, Мирас санап шықшы ретімен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың. Бексұлтан, кері санап шықшы. Сандар. 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Даяна. Ал, алды қарай санап шық. Сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бегали қане кері санап шықшы. Сандарды. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балалар, біз самұрық құстың жұмыртқасын кері және алға қарай санап бердік па? Иә. Жарайсыңдар, келесі тапсырмамызды орындау үшін экранға назар аударыңдар. Санның түсін және пішіндерін айтып беріңдерші. Балалар, біз сандарды реттеп санап болдық. Енді біз сандардың көшілерін, түсіп қалған сандарды табайық. Иә. Сендер мына тапсырманы орындайсыңдар. Көшілерін табасыңдар, иә балалар? Сендер балалар қане? Орындай берген тапсырмадан. Сандардың алдыңғы ашық сандарын таба беріңдер. Ашып жаза қайдырмай. Үнжу, сен қандай түс қалған санды жаздың мұнда? 2. Жақсы. 3. 3 деген санды. Айтада неше деген сан жаздың түс қалған? Мирас, сен неше деген сан жаздың? 1. Жақсы. Бегали, бұл мынау неше деген сан? 8. 8-дің алдыңғы көшісі, 7. артқы көшісі. 9. Даша, мынау неше деген сан? 4. Алдыңғы көшісі, артқы көшісі. 5. Бексұлтан, неше деген сан? 6-ның алдыңғы көшісі неше деген сан? 5. Артқы көшісі. 7. Даяна, неше деген сан мынау? 5. 5-дің алдыңғы көшісі неше? 4. Артқы көшісі. 6. Жарайсың, сендер тапсырманы жақсы орындадыңдар. Балалар, біз самұрық құстың екінші тапсырмасын орындадық. Келесі тапсырма орындау үшін біз экранға назар аударамыз. Менің балапандарымның түсін және пішіндерін айтып беріңдерші. Балалар, енді біз самұрық құстың балапандарын, түстерін, пішіндерін ажыратып айтып беруіміз керек екен. Тапсырманы орындаймыз ба? Иә. Жарайсыңдар. Балалар, біз самұрық құстың балапандарын және бізге пішіндерін ажыратып беріңдер ғой. Сол үшін шығармашылық жұмысты пайдаланамыз. Қане балалар? Гуашты пайдаланамыз, су бояуды пайдаланып, самұрық құстың балапандарын, пішіндерін, түстерін ажыратып береміз.
Мал, қою жақ. Дұрыс. Үстіне қатты батыр. Бұлай батыр. Мал. Дұрыс, Мирас. Балалар, біз самұрық құстың жұмыртқаларын пішін таптыңдар ма? Бұл қалай пішін бегелі? Төртбұрыш. Түсі қандай? Қызыл. Қызыл, жарайсың. Бек Сұлтан? Үшбұрыш. Қандай түс? Көк. Неме істедің бұны жұмыртқасын? Губканы мен гуаштың көмегімен істедің, иә? Ал Дайрана, бұл қандай пішін? Қандай түс? Сәсім. Көк қайда үшбұрыш. Я не қолдандың? Қаппақ. Қақпақ қолдандың, жарайсың. Мирас, бұл не? Қандай пішін? Үшбұрыш. Я не қолданып істедің? Мынау не? Губка. Губка. Сендер не қолдандыңдар? Су бояғы. Қандай пішін шықты? Қандай пішін? Дөңгелек. Дөңгелек шықты, е, дұрыс. Біз самұрық құстың балапандары қандай пішінде екен? Төртбұрыш. Үшбұрыш. Дөңгелек пішінде екен. Балалар, сендер самұрық құстың тапсырмасын жақсы орындаңдар, назарларында экран алдарыңдар. Рахмет саған. Апамыз және сенің достарыңа, кел менің қанатыма жайғас. Мен сені Балдәурен, бөбекжайы деп аталатын балабақшаға алып барамын. Ол жақтан білімнің бастауын алып, көп нәрсені үйренер. Ал достар, сендер мені балабақшаларында күтіңдер. Мен алпамызды алып барамын. Самұрық құсы алпамызды қанатына мінгізіп балаларға алып келеді. Сәлеметсің бе алпамыз, біздің тобымызға қош келдің. Енді бізбен бірге білім әлемінде бірге бол. Балалар, бүгінгі біздің оқыс әрекетіне сендер белсене жақсы қатыстыңдар. Бүгін біз кімдердің тапсырмасын орындадық, балалар? Мыстан кемпірді, көзді, айдақайды, сосын самұрықтыкі. Самұрық құстың тапсырмасын орындады. Жарайсыңдар, балалар. Сендер жақсы тапсырмаларын орындадыңдар. Сендерге көп рахмет. Бүгінгі оқыс әрекетіміз осымен аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сау боламыз.